Сәлем баршаңызға. Бүгін біз өте дәмді, иісі де керемет шығатын тауық етінен жасалатын тағам дайындаймыз. Ол үшін бізге тауық, картошка және ең маңыздысы маги приправасы, сұйық май, тұз, бұрыш қажет болады. Алдымен тауығымызды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Бірнеше бөліктерге бөліп алдық және картошкамызды ашып, жуып алдық. Маги приправасындағы пакетикті алып, алдымен тауық етін, сосын картошка және тауық етін алмастырып, араластырып салып отырамыз. Сіздер бір ыдысқа салып, араластырып та алсаңыздар болады. Мен осылай жасадым. Магидің приправасын қосамыз және тұз және үлкен қасықпен 2 қасық май қосамыз. Барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі көкөністерді салып пісірсеңіздер болады. Барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Барлығы біркелкі араласқан соң табамызға салып 40-45 минут 180 градуста пісіріп аламыз. Өте дәмді, иісі де керемет шығатын біздің тағамымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған қымбат.